Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге жаратылыстану сабағына сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз жанды табиғат бөлімінің өсімдіктер бөлімшесінің өсімдіктердің бөліктері қандай қызмет атқарады тақырыбында өтеді. Сабақтың мақсаты өсімдіктің негізгі бөліктерін қызметін сипаттау, өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін сипаттау. Ал балалар, оқулықтың 19-шы бетін ашайық. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Яғни бұл жерде Қуаныш өсімдіктің мүшелерін дұрыс жазды ма? Осы тапсырманы дұрыс орындады ма? Оған өз қателіктерін түзетуге көмектесейік. Иә, балалар, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде тапсырмада Қуаныш тамыр мен сабақтың және жапырақ пен гүлдің орнын ауыстырып алды. Біз Қуанышқа көмектесейік кәне. Жарайсыңдар балалар, Қуанышқа қателерін түзетуге көмектестіңдер. Ал балалар, екінші тапсырма қарайық. Сыныптағы өсімдіктерге қара, олардың мүшелерін ата. Осы өсімдіктердің мүшелерін салыстырып, олардың арасында қандай ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар? Өсімдік балалар қай жерде өссе де, ол күрделі ағза. Өсімдіктер әр түрлі болады, бірақ олардың мүшелері бірдей. Яғни тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс және тұқым. Өсімдіктің әр мүшесінің атқаратын қызметі бар. Соның арқасында өсімдік өседі, қоректенеді және тыныс алады. Ал балалар, мына жерде бізде өсімдіктердің ұқсастығы, яғни ұқсастығы бұл жерде барлық өсімдіктердің түсі жап-жасыл. Ал айырмашылығы неде? Мұқият қараймыз. Мысалы бізде мынау алоэ гүлі. Алоэ гүлінің жапырағы ұзын және тікенегі бар екен. Бұның тікенегі қысқалау. Ал мынау бізде кактус гүлі. Кактус гүлінің тікені ұзындау келеді. Мінекей, тікені кәдімгі ине сияқты өткір. Мынау бізде ақша гүл. Ақша гүл жапырағын қараңыздар, кішкене домалақтау келген және жапырағы бұның қаттылау. Мынау бізде каланхоэ гүлі. Каланхоэның жапырағы кішкене жұмсақтау және қараңыздар, жапырақ ирек-ирек, өзгеше әдемі. Ал мынау бізде әйел бақыты гүлі. Қараңыздар, жапырақ қандай. Кішкене өзгеше, ұзын сопақтан келген. Қараңыздаршы, мінекей. Әр қайсысы гүлдің жапырағы, яғни әр түрлі екен. Балалар, оқулықтан 20-шы беттегі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Өсімдік мүшелерінің негізгі қызметін зерделе. Суретте не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл қызанақ жемісі. Яғни бұл көкөніс. Ал балалар, бірінші бізде тамыр шығады. Яғни тамыр тірек қызметін атқарады. Өсімдік топыраққа бекітеді. Топырақтан су мен қоректік заттар сіңіреді. 25-35 күн өткен соң сабақ шығады. Сабақ тірек қызметін атқарады. Су мен пайдалы заттарды өсімдіктің басқа мүшелеріне жеткізеді. 20-25 күн өткен соң одан жапырақ шыға бастайды. Оның көмегімен өсімдік қоректенеді, тыныс алады және күн жарығын сіңіреді. 20-30 күн өткен соң оның гүлі пайда болады. Жемістер мен дәндерді қалыптастыру үшін қажет гүлі бізге. Ал одан соң
20-30 күн өткен соң жеміс пайда болады. Жеміс дәндерді бүлінуден қорғайды. Ал 15-20 күн өткен соң қызанақ біздің пісе бастайды екен. Балалар, қызанақ өсімдігінің маусымдық өзгерістерін байқадыңыздар ма? Қызанақ бізде 4 ай дегенде піседі екен, балалар. Ал балалар, мынау бізде қызанақ. Неке қараңыздар, қызанақ, мынау бізде сабағы, мынау бізде жапырақтары, қараңыздар шыне. Жапырақтарынан бізде әрі қарай мінекей гүлі шыққан гүл деп қараңыздар. Гүлінің түсі бізде сары болады екен. Осы гүлден бізде мынандай қызанақ көкөніс пайда болады, қараңыздар. Қызанақ көкөніс пайда болады. Ол қызанақ бірінші жасыл түсті болады. Одан соң күннің нұрына бізде қызарып, қызыл түсті. Ал балалар, енді келесі бейнебаянға назар аударайық. Бақшамыз шайқалып тұр. Иә, апамыз шөбін жұлып, суарып қойыңдар деген еді. Қане кірісейік. Сәбізді шөбекен деп жұлып алдым, бірақ тамыры жұлынбапты. Қайта өсіп шығатын шығар. Дана, сәбіздің тамыры сәбіздің өзі. Сондықтан да оны жем тамыр деп атайды. Жем тамыр? Иә, жемісі тамырында дегенді білдіреді. Жем тамырлар қоректік заттардың жиналуынан жуандаған өсімдік тамыры. Мысалы, қызылша, картоп, шомыр, пияз. Бұлардың барлығы жем тамыр. Түсінікті. Қане, ағаштарды суарайық. Аға, қараңыз, мына ағаштың тамыры көрініп қапты. Топырағының үстіңгі қабатын су шайып кеткен ғой. Мынау ағаштың діңі, мынау бұтағы, мынау жапырағы, ал алма жемісі. Гүлі қайда? Ағаштар ерте көктемде гүлдейді. Гүлі түскен соң орнына жемісі шығады. Жемісінің ішінде дәні болады. Мына ит мұрынға қараңыз. Кейбір сабақтарында гүлдері, кейбірінде жемісі өсіп тұр. Өсімдіктер алуан түрлі болады ғой. Олардың мүшелері бір-бірінен ерекшеленіп тұрады. Өсімдіктерді ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөледі. Олар ағаштар, бұталар және шөптекті өсімдіктер. Ит мұрын бұта ғой. Дұрыс. Ит мұрын, бөрі қарақат, шырғанақ бұтаға жатады. Бұталардың да жемісі тәтті болады екен. Иә, тәтті. Тек қарақат, таңғурай бүлдіргеннің жемісін жидек деп атайды. Қоймадыңыз ғой. Не де болса, тәтті екен. Ал балалар, енді мына біздің гүлімізді егеміз, қараңыздар. Мынау біздің гүлдің тамыры. Міне, көріңіздер ғой. Мынау бізде гүлдің сабағы, мінекей. Ал мынау есе бізде гүлдің жапырағы. Бұл бізде әйел бақыты деген гүл. Мінекей, қараңыздар. Қазір біз топыраққа тамырын жақсылап бекітеміз. Мінекей, тамырын жақсылап бекітіп алдық. Тамыры бізде топырақтың астында болады. Енді осы гүлімізге біз су құямыз. Яғни біздің гүліміз әдемі болып құлпырып өсу үшін.
яғни тамыр арқылы біз осы суды және минералды заттарымызды тамыр арқылы сабаққа беріліп отырады. Міне сабақ жапыраққа тасымалдаушы бізде міне осылай гүліміз әдемі болып гүлдеп шығады. Сосын балалар, адам мәдени өсімдіктердің өсуі мен даму үшін оларды күтіп баптайды. Өсімдіктерді уақытылы суғарып, шаңын сүрту маңызды. Топырағын қопсытып, тыңайтқыштармен тыңайту қажет. Өсімдіктерге дұрыс күтім жасау қажет. Ал балалар, сабақты қорытындылау үшін біз WordWall платформасы арқылы өсімдік мүшелерін атауын сәйкестендірейік. Ал экранға қараңыздаршы, бізде қай өсімдіктің суреті тұр бізде? Дұрыс айтасыздар, бұл күнбағыс. Ал енді әрбір мүшесін біз сәйкестендіруіміз керек. Ең бірінші бізде тамаша, яғни тамыр пайда болады топырақтың астында. Одан соң тамаша, яғни сабақ өседі екен тамырдан. Жарайсыңдар. Ал бізде сабағында одан соң дұрыс жапырақтары пайда болады. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Жапырақтан соң әрине гүл шығады екен. Ал сол гүлден бізде не пайда болады балалар? Тамаша, өте жақсы. Дән пайда болады екен. Енді қараңыздар, біз мынау тұрған күнбағысты мүшелерін дұрыс сәйкестендірдік па? Ендеше қараймыз. Тамаша, жарайсыңдар балалар.